Саламатсыздар ма, құрметті студенттер және көрермендер. Қазіргі әлемде белең алған мынау қауіпті кеселді жағдайға байланысты, барлық алынған шараларға байланысты, барлық оқу орындарының студенттері және оқытушылар ұжымының ұзақ мерзімді карантинге жіберілгенін білесіздер. Осыған байланысты дәрістік сабақтарды өткізудің мүмкіндігі қазір шектелген. Сондықтан біз барлық студенттерімізбен тікелей қашықтан байланысқа шығу арқылы оларға дәрістік сабақтарды жіберіп оқытып отырмыз. Дей тұрғанмен дәрістік сабақтарды тәжірибелік сабақтармен, яғни көрнекі құралдар арқылы көрсетудің кемшін түсіп жатқан жақтары бар. Осы жағдайды толықтыру үшін біз арнайы жабдықталмаған, бірақ бейімделген орындарда сол өтілген дәріс сабақтарға қатысты материалдарды көрсету арқылы пысықтауға талпынып отырмыз. Бұл біздің Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясының Ақтау көлік колледжінің алып атқан шаралары. Біз осы шаралар арқылы автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығына дайындалып жатқан студенттерге бірнеше бейне роликтер түсіруді жоспарлап отырмыз. Өздеріңізге белгілі, автомобиль көлігінің халық шаруашылығында жалпы өмірде атқаратын маңызының өте зор екені. Автокөлік негізінен 3 бөліктен тұрады. Ол автокөліктің қозғалтқышы, шанағы және шассиі. Біз шанақты көріп тұрмыз, оны кейінгі сабақтарға қалдырамыз. Қазіргі таңда біз автокөліктің қозғалтқышы жөнінде әңгімені теориялық пәндерін өтіп кеткенбіз. Енді бүгінгі сабаққа тіреліп тұрған сол автокөлік шанағының механизмдері. Өздеріңізге белгілі, автокөліктің қозғалтқышында екі түрлі механизм болады. Ол иінді шатунды механизм және газ тарату механизмі. Біз өткен дәрісімізде сол иінді шатунды механизмнің тиісті тораптары жөнінде әңгімені бастағанбыз. Бүгін сол әңгімені жалғастырамыз. Рахмет.